Жыл басынан бастап Алматыда 3000-ға жуық жол апаты болды. Салдарынан 3213 адам ауыр хал үстінде ауруханаға жеткізілді. Қаза тапқандар саны 84. 84 адамның ішінде 11-і бала. Біз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері полиция қызметкерлерімен бірлесіп, өмірі жолда қиылған 11 жасөспірімді еске алып қана қоймай, осы жағдайда темір тұлпарды тізгіндеген әрбір адамның есіне салу үшін 11 ақ лентаны Алматының жол апаты ең көп болатын көшелерінің біріне ілуді жөн көрдік. Не үшін ақ ленталар? Ақ түс жол апатында қайтыс болған 11 періштені бейнелейді. Құрметті жүргізушілер, жол ережесін сақтаңыз. Адам өмірін сақтаңыз. Темір жөнделет, ал қазаның орны толмайды. Сәлеметсіз бе? Мен Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студентімін. Мына суретті біздің мектеп оқушылары салған. Осы сурет арқылы сіздерді жол ережесін бұзбауды сұраймыз.